Бүгінгі видеода мен достарыммен тауда 24 сағат өткізетін боламын. Алматыдағы Көкжайлау деген өте әдемі жерге барамыз. Палатка құрамыз, тамақ пісіреміз, суға барамыз. Қысқасы видео қызықты, жайлы шықты, сол себепті шайланып қойыңыздар, жақсы етіп жайға солыңыздар, астарыңыз дәмді болсын. Ал біз тезірек онда бастайық. Ассалаумалейкум, брат, қалай жағдай? Уалейкум ассалам, брат. Жақсы, жайлап. Сен маған кеше хабарлас деп айтып едің ғой, сол хабарласып жатыр. Иә, не ғой компьютер клубқа КС ойнауға шақырайын деген ғой сені. Мен как раз қазір компьютер клубта отырмын. Не ғой, брат, никак. Ертең таң атпай жұмыс, и плюс жағдайым болмай жүр қазір, зарплата жетпей жатыр. И клубқа баратын сол ақша жетпей жатыр. Түсінем, иә, қиын болыпты онда. Осы не ғой, брат, сен клубтан шықпайсың, бірақ жұмыс жасамайсың, қайдан ақша тауып жүрсің? Ей, CSGO Run сайтынан әрине. CSGO Run не ол? Ей, CSGO Run туралы естімедің ба не? Жоқ, түсіндір жүршеш. Жақсы, түсіндіріп айтып жіберейін. CSGO Run бұл ең мықты скиндарды көтеруге болатын сайттардың бірі. CSGO Run'да CS-тағы өз инвентарына прокачка жасап алсам болады. Сайтта неше түрлі қызықты режимдер бар. Мысалы, CSGO Run сайтындағы ең танымал режимдердің бірі бұл краш. Қойылым жасайсың, коэффициент өседі, сен оны құламай тұрғанда шығарып алсаң ұтасың. Өз бағынды осы ойында сынап көрсем болады. Ал егерде саған ол аз болса, Double, Jack Run, Roll Run, KC режимдерін ойнап көр. Double'да қара, қызыл немесе сары түсті таңдайсың. Егер ойындағы түскен түс сенікімен сәйкес келсе, ақшаң көбейеді. Jack Run'да бірнеше ойыншылар ортақ банкке ақшасын салады, ал жүйе болса рандом түрде бір ойыншыны таңдап, соған бүкіл ақшаны жібереді. Roll Run'да 0-ден 100-ге дейінгі сан түседі. Сен алдын ала диапазон таңдайсың, мысалы 0-ден 50-ге дейін. Егерде шыққан сан сол аралыққа түссе, ұтып аласың. Айтпақшы, кейс ашып көрсеңіздер де болады. Сайтта жақсы скиндар жиі түсіп тұрады. Сонымен қатар CSGO Run'да арнайы ішкі валюта ретінде қолданылатын фан режим бар. Бұл Run Money. Оның көмегімен арнайы колесо айналдырып, нақты балансқа ақша немесе скин ұтып алу мүмкіндігі бар. Ақшаңызды салу немесе шығару бұл жерде өте тез және оңай. Егерде депозитіңізді криптомен жасасаңыз, сізге 5% бонус беріледі. Ал егерде скинмен жасасаңыз, 10% беріледі. Сайтта күн сайын керемет скиндарға розыгрыштар болып тұрады. Сол себепті қалып қойма. Мықты скинінді алып кет. Достар, қысқасы керемет қымбат скиндер керек болса, CSGO Run сайтын сіздерге ұсынамын. Сілтемесін комментарияда және описанияда қалдырамын. Барлығына сәттілік. В общем, тауда біз, достар, бір күн бойы қонатын боламыз. 24 сағат тауда. Ешқашан мен тауда қонып көрмеппін, сол себепті бұл мен үшін бірінші экспириенс. В общем, ешкім мені өлтіріп тастамайтын шығар деген ойдамын, ешқандай жануар бізге шабуылдап кетпейтін шығар деген ойдамын. Кеттік, ал қызық болу керек. A few moments later. Ал достар, біз кетіп бара жатырмыз. Қазір төбеге барамыз. Достар, айшоқта право жоқ деген естіп. Алдың ба? Алдың ба? Құтты болсын. Достар, айшоқ право алыпты, құтты болсын. Конечно, достар, біздер міне бүкіл состав болып жиналдық. Қазір осы төбеден палатка, анау деген заттардың бәрін алатын боламыз. Нейросетьтағы видео сияқты ма? Достар, бұл енді менің влогым. Бүгінгі біздің қонақта Ершат, ол түсірмеші өші мені. Этот кім ғой? Куча, ой, Куча емес, кім еді? Короче, актер. Мяқты фото бар. Және де испанец бала. TikTok тренд көрсетіп жүрсей, брат. TikTok тренд. Ай, пов, ай, пай. Тин, чун, чун. Ладно. Кринж болып қалайын. Нұрлан мына жерін алыпса. Мен позорым шығып қалып жүр. Вы нейросеть? Жоқ, мен әжемін ғой. Еба. Достар, все, міне, сумканы алдық, жиналып отырық. Спальный мешок, короче, все как надо, о. Керек болса осындай сумкілер, палаткілер қайда хабарласу керек? Төбеде ойлаймын. Все, болды. Төбеге келесіңдер. Ал достар, міне көріп тұрғандарыңыздай, біз төбеден жиналдық уже. Полная комплектация, но мен как будто ұшып кететін сияқты. Қазір мынадайды. Так, екеуміз мотоцикл. Короче, достар, кәдімгі Майнкрафт болады қазір, шын өмірде. Бүгін выживание, тауды зерттеу
барлығы болады. Так что лайк. Алмас таппағанша драконды өлтіргенше кетпейміз. Қазірден тапсырма беріп қоям. Диас ағаш жинайды. Сен шахтаға кетесің. Сен үймен айналысасың. Мен админмін. Все, достар, біз төбеден полностью экипировка жасап алдық. Есінші достар, сіздерге де керек болса осындай экипировкалар төбеге келіңіздер. Всем советую. А біз тауға кеттік. В общем, бізде екі состав. Ана машада басқа группа отыр. Біздің машада міне осы группа отыр. Майнкрафтерлар отыр. Ана жақта фрифайрщиктер отыр. Достар, міне досик кетіп батыр, достар, досымжанның машасы. Біздер қазір продуктыға барамыз, жейтін тағамдар бәрін алып аламыз. И содан кейін уже все, тауға аттанамыз. Короче, достар, біздер жиналдық, толпамен, короче, міне продукт алып отырық. Су бар, короче, ең бастысы. Мағарандар, 1 нан, 2 нан, 3 нан, 4 нан. Чисті нан жейді өтті осында. Колбаса. Қысқасы продуктілерін бәрін алып болып, машинаға барлығын салып, тауға аттандық. Always on the skitty. Always on the radio skitty. Years later. Так, достар, біз пункт назначения келдік. Міне, досик, жігіттер. Негізі аналарға, балдарға Міне менің. Короче, номер вообще қозғалу вообще қиын кәдімгідей. Нұрболат, Досымжан, Ершат, Бека, Досымжан, Зефрикс. Сіз нені түсіріп отыр? Нені? Апиғатыр. Қазір қиын болады сияқты. Өлет сияқты мен ойша. Бля, Дейлин сачок қараңдар. Все, біз көтеріп бара жатырмыз. Басталды біздің выживаниеміз. Так, біз дейтін достар, касат жол сағат 2:17. Біз барғанша где-то 5 болады сағат точно. Что там, Бека, қалай екен? Живем. Бля, біз 5 минут болды, 5 минуттың өзінде болды. Әлі 3 сағатта. Примерно 3 сағаттай жүреміз, достар. Что там, Досик, қалай екен? Пай, қат шашып отқан жоқ, нормально. Пока бастамасы ғой. Что там, Ершат? Ұяттап жоқ. Ең ауыр маған беріп қойған, өздері кетіп жатыр. Ершат, достар, бірінші рет кетіп жатыр тауға. Достар, телефонмен түсіріп кеттім, өйткені камера дейтін ауыр. Көрдіңіздер ғой, үстімізде де ауыр киім. Көкшетауға келген адамдар білет. Ана жақта лестницадан бүйтіп көтерілесің, и осы арада осындай бір шағын чекпоинт бар. Бұл тек бастамасы, біз тек қана 500 метр жүрдік. Әлі тағы да жүреміз, мен телік күттім уже. Ё-май. Что там, настрой қалай, Жеге? Бля, бекер шықтым, рухватинке бекер шықтым деп ойлаймын, бля. Досик, настрой қалай? Чёткий. Вообще шаршаған жоқпын мен. Мен де. Фигня ғой, да? Сағат 3:15 примерно 5-те жететін шығармыз, 5:30-да, 5-те. Так, достар, әлі көтеріп келе жатырмыз, мен телек біткенім көрініп тұрған шығар да. В общем, осындай вид бізде. Қараңыздар. Әдемі ма? Зор ма? Қалай? Ал, достар, біз наконец-то Көкжайлауға келдік. Все, міне керемет көрініс. Қазір енді, достар, палатка жаятын боламыз. Міне, достар, білесіздер ғой, арқамызда осындай палаткалер бар, спальный мешок. В общем, достар, керек заттың барлығы бар. Короче, мен, достар, страшно шаршадым, аяғым талып жатыр. Бірақ мына көрініске қарасаң, енді базар еді, шаршамайсың. Что там, Ершат, қалай? Керемет. Фотоға түсіп алу керек болып тұр. Мына жақтан қараңыздар, қала көрінеді. Бірақ смог болып жатыр енді Алматы ғой. Міне осындай вид, достар. Қазір палатка құрамыз енді. Орналасып жатырық, достар. Заттарды қойып тастадық. Қазір енді палатканы құрастыру керек. Міне палатканы шығарып жатыр ғой. Палатка құрып жатыр қал. Нұрболат құраласың ба? Досымжан мен Нұрболат палатка құрып жатыр.
Бұл палаткілер достар 8 адамға арналған, а біз 7 адамбыз. Сол себепті жалпы бәрі нормально болу керек. Каждый бір палаткіде 2 адамнан сияды. Бізде осындайдың 4-еуі бар. От жағып атық достар. От бар. Ал достар, біз дейтін міне орналасып атырық, палатка жасап атырық. Міне палаткінің түрі осындай. Осы үйлерде бүгін біз тұратын боламыз. Міне Нұрболат. Қалай үй, сиямыз па? Короче, 4 палатка бат осы шарада. Не, Достик, что там, не айтасыз? Неге көшеміз десеңдер, любой момент маған айтыңдар, көтеріп аламын үйлеріңді көтеріп аламыз, любой жерге көшіреміз. Короче, біздің үй сондай, короче, любой жерге көшіп кетеді. Все, қарнымыз жаман ашып атыр негізді. Тәртін демер ішпедім достар, мен 8:30-да тұрғаннан бері вообще там ашпедім. Сағат дейтін қазір 6 уже. И қазір уже салқындап атыр, қазір күн батады. Выживание ойнап тұру кәдімгі. Жігіттер жұмыс істеп жатыр. Біз Нұрлан екеуміз тамақ жеуге келдік дейсіз. Андай түр жасап жатыр, арасында жұмыс істеп жатқандай болды. Қазір Пенсионерлерге жол бердік. Иә. Қарным ашқаннан шемішке шақып кеттім. Хочешь что-то ішке бірдеңе барсын деп. Доп не үшін алдыңдар, брат? Кстати, я доп қалай өйтіп тұрған жоқпын. Допты үйістік болсам уже далаға ана жақ кететін сияқты. Ана жақта равнина бар, сонда ойнаймыз. Энергия қалса. Достар, бізде почти палаткілердің бәрі салынды. Мына жақта тамақ пісіп жатыр. Мына жақта Ершат. И қазір біз Ершат екеуміз суға барып кететін боламыз. Кеттік суға барып қойдық. Өйткені бізде судың бәрі бітіп қалды. Көріп тұрғандарыңыздай уже кеш болып жатыр. Сағат дейтін уже 6:30 ба 7 ма неше болып жатыр. Короче, су алып келеміз қазір Сарқырамадан. Таза кәдімгі мөлдір су. Достар, енді кешірім өтінемін. Барлығын түсіре алмай отырмын, өйткені қиын. Суық. Біз неше сағат жол жүріп келдік қалған. Күн суық, қарнымыз аш. Шаршақ болдық кәдімгідей. Еще ұйықтамадық біз деген. Мен мысалы 2 сағат ұйықтадым тек. Түні оның алдыңғы күні 2 күн ұйықтамадым. Тек 2 сағат ұйықтап қайттан келе жатырмын достар. Кәдімгідей жол қиын болып жатыр. Че там, достар, вид қалай? Зор ма? Алло деп қоятын. Ё-майо, ну. Достар, мына жерді қараңыздаршы, қандай? Швейцария отырған. Мен уже 3-ші рет келіп жатырмын мұнда, бірақ 1-ші рет қонайын деп жатырмын. Реально. Негізі салқын я, біз негізі жалпы білмеймін енді. Қатып қалмайтын шығармыз деген ойдамын. Достар, короче, Сарқырамаға келдік. Су алып жатырық мына жақтан. Көріп тұрғандарыңыздай уже қараңғы болып кетті. Таза кәм таудан ағып жатқан бұлақтың суы ғой. В общем, су жинап алдық. Уже көріп тұрғандарыңыздай погода қап қараңғы болып кетті. Қарнымыз дейтін әлі ашып жатыр. Енді қазір барған кезде тамақ хотя бы жартылай пісіп тұратын шығар деген ойдамыз. Все, қазір су жинаймыз да, и қайтадан палатка жаққа барамыз. Ана жақта қала көрініп тұр, қараңыздар. Күшті. Айбый, на видті қараңыздар достар, біздің ана жерде біздің палаткамыз, и мына жерде осындай Алматының көрінісі көрінеді ғой. Бәрі дайын уже. Палатка дейтін жасалынып тұр. Қазір тамақ ішеміз достар, мына жерде. Ал қараңыздар, тамақ пісіп жатыр мұнда. Нұрболаттың түрін көрсетейін ба? Нұрболат пісіріп жатыр. Ал достар, тамақ дайын. Наконец-то достар, тамақ ішеміз. Ас болсын ал. Бәріміз жеп жатыр ал. Жеге қалбасы кесіп Болып жатыр мынау, қараңдаршы. Қайшықты айтыңдаршы, қайшықты. Короче, бәріне өтіп жатыр на тамақ. Осыны үйде жемейді осылар дұрыс. Мұндай келіп жеп жатыр ғой. Домашний қылып пісірсің, конкретно ше. Қойып, мен мынандайды үйде пісіре алмайтын. Брат, арамызда кім әке екені білінді ғой. Бүгін натуре жақсы отырыс болып жатыр, естелік. Нунакунның фирменный тамағы. Домашний картошка. Натуре қазір үйге барып, қарайсың ғой, бір ұйықтап тұрып, әдемі кетеді, еба әдемі отырыппыз ғой негізі деп ойлаймыз. Сосын сағынамыз осы моменттерді. Так что Мен де досыға светить етіп отырмазым. Құмыршан, светить етіп. Қазір бетке қағат түсіп отыр. Жерге қарат қойдың. бұл моментті еске аламыз ертең қыста. Жерге қарат қойдың. Достар, жылнамыз. Достар, осындай керемет отырыс болды. Достармен тамақ ішіп алдық, уно ойнадық, карта ойнадық, в общем, ойнайтын заттардың барлығы ойнап алдық та, одан кейін әрине палаткаға кіріп ұйықтадық. Ал достар, міне мен өзімнің палаткамдемін. Мен палаткаде
өзімнің братишкам Нұрболатпен жатамын ғой. Все, достар, барлығына қайырлы түн. Нұрболат уже ұйықтап қалды. Балдар далада жүр, білмеймін, әйтеуір бірден ойнап жатыр. Мен ұйқым келіп өліп батыр. Так что мен ұйықтаймын. Давайте. Бірінші болып тұрып алғансың ғой, ё-мое. Ардың бәрі ұйықтап отыр ма? Әлі. Бірақ сағат ерте әлі. 5:15. Барлығына қайырлы таң. Бана палатканың қасында сөйлей алмадым, өйткені барлығы ұйықтап отыр. Мен бірінші болып тұрып алдым. Сағат дейтін 5:16. Білмеймін неге, что-то ұйқым қанып қалды. Осындай табиғатты негізі ұйқым тез қаниды ғой. Сол себепті ұйқым қанып қалды. Міне осылай, достар. Ана жерде біздің палаткамыз. Мына 4 палатка біздікі. Ал мына палатка олар біздікі емес. Мына жаққа көпшілік адамдар келіп қонады. Именно біздер де қондық. Онда прям көп адам болды деп айта алмаймын бүгін. Айтқанымдай, достар, мен бірінші рет қонып жатырмын тауда. Сол себепті маған реально қызық болды негізі. Ұнады. Ой, жақсы палатка жаққа барайын. Қазір барлығы да ұйқыдан тұрады шығар деген ойдамын. Біздің палатка. Нұрболат әлі ұйықтап отыр. Жоқ. Ал, достар, жайлап тұрып жатқан сияқты адамдар. Дейлен тұрды ұйқыдан. Что-то неше ұйықтадың сен? 12-лердің кезінде ұйықтап болдық қой. Сол. Сағат 5:30 болыпты, достар. Ұйқы қанды, өте керемет. Қаланы қараңыздар. Әне, қала опять смог болып қалды. Кеше прям күшті болып жанып тұрды түнде. Міне біздің палаткалеріміз. Так, мына жерде Нұрболатпен мен жаттым. Нарада кім? Бека мен Дейлин. Мына жақта Диас пен Нина, Зефрикс. Мұнда досым жан. Соңында өзі болып жатыр ғой. Қожайын болып. Что он творит, ё-моё? Лучше жопа в тепле, чем тепло в жопе. Если жена делает тебя счастливым, то какая разница, чья она жена? Ұйқы қанды ма? По идее, ұйқы қанды ма, вообще непонятно. Ұйықтадым ба, өзім білмеймін. Андай ғой, біреулер жүре ма, бүйте ма, дәл қасында жүргенде болады еще ғой. Ну ладно, хотя бы адамдар қонатын жер ғой, мұнан қорқып керек емес. Бір айдалада жатсаң ғой, хотя бы бір қорқынышты болатын еді реально. Жоқ, просто мен сондай адамда, кішкене паникер адам. Мұнда просто қорықпайсың, потому что ана жерде бір палатка жатыр, ана жақта тағы бір палатка жатыр. Так что өлтірсе бәрімізді бірге өлтіретін шығар. Өлтіргенде емес қой, бір палатка жатыр, бір палатка жатыр. Біреу бір палатка атып жіберсе тағы. В общем, суға баратыр қазір. Әне қараңыздаршы, достар. Природаның қараңдаршы. Достар, білесіздер, мына жерде мен бір видео түсірдім, бір TikTokқа. 2 миллион просмотр жет. Қазір көрсетем. Котақбас! Блядь, сука, амыңды шығарам, мал, блядь, ишак, сука, нахуй, блядь. Котағым кибенме, мал, Майнкрафтты үйретті о бізге. Не істеу керек? Алманы аласыздар да, атқа бересіз да, сол кезде үстіне мініп кетесің. Қазір көреміз. Достар, осы арада интернет ұстайды екен. Так что біз осы жерге келдік, бізге Бек айтты, осы арада интернет ұстайды деп. Жалпы негізі интернет былай ұстамайды көк жайлау да. О, міне реально еба сообщениялар келіп жатыр маған. Реально міне инстаграмда қараңыздар. Базар жоқ. Біз қайтадан Сарықырамаға келдік. Өйткені біздің суымыз бітіп қалды. Қазір су құятын боламыз. Кстати, кеше ана жақ көрінбеді ғой. Қараңыздар. Чё там, қалай екен, сказка ма? Сказка ғой. Все, достар. Қай жақта екен? Прям судың ағып бастайтын жері. Хуя, қайда чайнчайынан ағып отқан бір қайда біз. Короче, достар, біз су толтырып алдық. Все, болды, қазір кетеміз енді. Қазір палаткаға барамыз. Балдар тұрған шығар деген ойдамын, қалғандары. Палатка жаққа келдік. Нұрболат мына жақта бізге шай жасайын деп жатыр. Все, шай ішеміз, достар. Ұйқы қалай болды? Өзің ұйықтадың ғой сен. Өзің ұйықтадың ғой сен. Сол ғой. Бекпекен өзің ұйықтадың. Иә. Мына тамаққа бірдеңе тұрған сияқты болып тұр, қақырық па. Кішкене суық болды. Қараңыздаршы, біздің айналамызда жылқылар толып кетті ғой. Ема түрі бар мұнда. Қандай керек? Түнімен жазалайтын айғырлар жоқ па мына жерде? Ондай жоқ сияқты мына жерде. Достар, біздер даширрак жейін деп жатырық. Таңғы асқа. Коузи видео болып отыр, коузи видео болып отыр, коузи видео. Біздің завтрак осы. Шотамызда шеке қалай болып жатыр? Асмер. Давай. Мынау бар екен жеке тапты. Өмірімде даширрак жақсы көремін деп ойламаппын. Яқтыра салатын едім мен.
жемеймін. Таза ауада қалай екен жеген? Кайф. Осы Дейлидің постоянно аппетиті жоқ, тамақ жегісі келмейді. Осы тауға келіп еді, сразу аппетиті оянып кетті ғой кәдімгі. Так что, аппетиттерің жоқ па? Тамақ жегілерің келмей ма? Осыны жеге келесіңдер ғой. Завтрак ішіп болдық. Все, болды, барлығы доширактарын жеп болды. Енді қазір жиналатын боламыз. Все, болды. Қондық официально сағат 7:30 болып жатыр. Все, палатканы бәрін жинау керек те. Скучный қалаға оралу керек. Все, достар, біз қалаға қайттық па? Иә, қайттық. Бастық па? Бастық. Короче, достар, тема болды. Келіңдер. Ал все, достар, походу, осымен біздің видеомыз бітетін шығар. 24 сағаттай өтіп кетті уже. Уже 10:47. В общем, бір күн біз тауда конкретно қондық. Міне біз дейтін қазір әлі таудамыз жалпы. Бірақ қазір осы араға біздің машина келу керек. И ар жағынан біз уже кетеміз қой. Так что осы. Болды, келмейіндер достар тауға дейді. Бар, әлі айтамын. Бұл әлі қиын болды бұлай. Бірақ қатты қиын емес. Нормально. Дайындықпен келсе болады. 2 футболка алып келу керек обязательно. Су, сосын тәттілер. Өйткені шыққан кезде энергия көп кетеді. Осы арадан, короче, қазір үйге қарай басатын боламыз. Все, болды, ағарай уже қызық ештеңе болмайды. Давайте, сау болыңыздар. Достар, осы видеода кесіліп қалған кейбір сәттерді мен өз телеграмымда салатын боламын. Сол себепті менің телеграмыма міндетті түрде жазылып кетіңіздер. Иә, забайтил.